Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі нәзік болып шығатын қимақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осы видеоның астына керекті заттардың тізімі мен мөлшерін толықтай жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Қантымыз ерігеннен кейін бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құямыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қолдың миксері болса, әрі жылдам, әрі осындай бір тегіс масса болып шығуына жақсы көмектеседі. Егер миксеріңіз жоқ болса, вилка немесе осындай венчиктің көмегімен де жасауға болады, бірақ бұл кішкене ұзақтау болады. Ұнымыз барынша жақсылап араласқаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Және де біркелкі масса болғанша тағы да араластырамыз. Соңында қайнап тұрған суымызға ас содасын жақсылап араластырып аламыз. Ас содасы ерігеннен кейін қамырымызға қайнаған суымызды қамырда араластыра отырып жылдам құйып жібереміз. Ас содасы қайнаған суға араласқаннан кейін біздің құймақтарымызда ешқандай артық дәмі қалмайды. Сол үшін біз қайнаған суға араластырдық. Осы кезде табаларымызды газымызға қойып қыздырып алуымыз керек. Газымызды кішкене жоғары қоямыз. Табаларымыз жақсылап қызуы керек. Осылай кішкене алдымен майлап жібереміз. Табалар жақсы қызғаннан кейін сұйықтықты құйғаннан ақ осындай тесіктер пайда болады. Яғни ажурные блинчики осылай шығады. Видеода байқағандарыңыздай құйған кезде табаның ортасына бірден құйып жібереміз де, тез-тез табаны айналдырып, барлық жеріне жеткізуге тырысамыз. Ашық қалып кеткен жерлері болса, тағы да үстіне кішкене құюға болады. Шет-шеті қызара бастағаннан кішкене жан-жағын көтеріп, екінші бетіне аударамыз. Құймақтарымыз өте нәзік, сол үшін аударған кезде абай болыңыздар. Жай ғана астынан көтере отырып, бірден аударып жібереміз. Ал достар, біздің осындай нәзік, кестелі, жіңішке болып шығатын құймақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт өте оңай. Және де каналыма тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар.